қайырлы күн. Бүгін 18 қараша күні 25 жылы біз Нақоянды ауылына келіп отырмыз. Оған себеп өткендегі облыс әкімінің халық қарсы бола ма, келісе ма, келіспей ма оған қарамаймыз. Мәжбүрлі түрде біз жаңағы қоқыс полигоны ма, қоқыс свалкасы ма, соны саламыз деп айтқаны. Міне, осы тұрғыда бүгін ауылға келген едік. Ауылдың адамдарының ауыз біршілігі жоқ деп айтқан еді жаңағы облыс әкімі. Содан келсек, мен осы жерге 5 рет келем, 5 ретінде де осы 070 Прада тұрады, Ақантай деген кісі шығады. Жаңағы мен әкімшілікке барлық жағдайды жасаймын, сондықтан да мен әкімшілікте осы жерде жүремін дейді. Сосын жаңа видеода айтады, мен әкімшілікте жұмыс жасаймын деді, оны әкімшіліктің қызметкерлері мойындады. Біздің мақсатымыз ауылдың береке бірлігін ұшыру емес, керісінше бірлік болған жерде тірлік болады, бірлік болған жерде береке болады. Сонда жаңағы Ақантайдың осы жерде мырзаның мақтанып айтып тұрғаны, мен 4 джипім бар, 4 пәтерім бар, 4 үйім бар, мен баймын, содан кейін мен бәріне көмектесемін деп. Ол қалай байыды? Неге онда Қояндының немесе барлық Қазақстанның адамдар осылай байып кетпейді деген сияқты. Міне осындай жағдаймен келіп отырмыз. Содан кейін жаңағы Мадина Жатқанбаеваға Ақантай деген жаңағы бай, осы ауылдың бай меценаты арыз жазған екен. Сондықтан біз осы 4-ші билік өкілдеріне, журналистерге халықтың мұңын, зарын жеткізіңіздер деп біз өтініп шыққан болатынбыз. Дәл қазір енді осы полиция бөлімінің бастығы бүткіл жұмысын тастап, таң ертеңнен әлі күнге дейін осы жерде Мадина Жатқанбаеваны аңдумен жүр. Осындай жағдай Қояндыдан осындай қызықтар.